Күн ыстық, қаладағы жайма-шуақ күндердің бірі еді. Еркін университет бітіргелі 2 жыл өтсе де әлі өз орнын таппай, ағасы Мұраттың үйінде тұрып жатқан. Ол үйдегі ең кішкентайы болса да, бойы ұзын, сөзі салмақты жігіт еді. Қайын інісі мен жеңгесінің арасындағы сезім, әлде махаббат. Әңгімені жалғастырмас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, әңгімемізге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әңгімемізді жалғастырамыз. Ал үйдің шырақшысы Еркіннің жеңгесі Айжан, оның өміріне келіні болып келгелі 5 жыл болған. Айжан отбасының тірегі, айнасы, қабағынан қар жаумаған, әзіл қалжыңды түсінетін, бірақ қашанда өзінің жеңгелік шекарасын берік ұстайтын жан. Ол Еркінді туған інісіндей жақсы көретін. Бірақ Мұраттың жалғыз інісі болғандықтан, оған деген жауапкершілігі ерекше еді. Сол күні Мұрат іс-сапармен қала сыртына кеткен. Үйде Айжан, олардың 2 кішкентай баласы және Еркін ғана қалды. Еркін таңертеңгілік ас ішіп отырған. Айжан ас бөлмеде ыдыс жуып жүр. Жеңеше, мына шайдың дәмі неге бұлай? Әлде қант аз ба? Еркін басын көтермей сұрады. Қанты жеткілікті Еркін. Жай, бүгін жаным қысылып тұр, деді Айжан. Оның даусында әдеттегідей жылылық жоқ, бірақ ашу да жоқ. Тек бір ауырлық бар. Бірдеңе мазалап тұр ма, жеңеше? Ағам хабарласты ма? Жоқ, бәрі жақсы. Жай мен туыстарымнан бір хабар келген. Апайым ауырып қалыпты, баруым керек пе екен деп ойлап тұрмын, деді. Еркін ыдысты қойды. Бірден алаңдап кетті, себебі жеңгесінің әке-шешесі басқа қалада тұратын. Не дейді дәрігерлер? Әзірге анық ештеңе жоқ, бірақ анамның мазасы кетіпті. Баратын болсам 2-3 күнге қалуым мүмкін. Еркіннің жүрегі жылылықты сезінді. Бұл алаңдаушылықтың астарында ағасына деген емес, жеңгесіне деген шын жанашырлық жатты. Уайымдамаңыз жеңеше, ағам жоқта балалар менде болады, бәрін қарайым. Сіз барып тезірек қайтып келіңіз. Рахмет Еркін. Айжан бұрылып, оған жылы шыраймен қарады. Сен барда мен алаңсыз бара алам, деді Еркінге. Осы сөздер Еркін үшін көп нәрсені білдірді. Бұл сенімділік, оны ересек адам ретінде тану, отбасының бір бөлігі ретінде бағалау еді. Айжан кетті. Еркінге үлкен жауапкершілік жүктелді. Ол балаларды бақшадан алып келуге, кешкі ас дайындауға және үйді таза ұстауға тырысты. Бірінші күні бәрі ойдағыдай болды, екінші күні қиындады. Үйдің шаруасы Еркін ойлағаннан әлдеқайда көп болып шықты. Ыдыс-аяқ таудай үйіліп қалды. Кішкентай немересі Әли жылап, тек тәттілерді сұрады, ал қызы Аружан мектеп тапсырмасын орындауға көмектесуді талап етті. Кешкі сағат 10. Еркін диванда терілеп отыр. Қолындағы телефон арқылы Айжанмен сөйлесіп жатыр. Я жеңше, бәрі жақсы, тамақ дайын, балалар ұйықтап жатыр. Шынымды айтшы Еркін, менің Әлиім ешкімді тыңдамайтын өте тентек бала ғой. Ол тек сәл энергиясы көп жеңше, деп Еркін күліп жіберді. Бірақ ол күлкінің артында шаршау тұрды. Айжан естіп отырды. Көршінің баласы апайыма кірді. Мен қазір аулада тұрмын, деді. Шаршадың ба? Жоқ жеңше, бәрі жақсы, тек сіз қалай істеп үлгересіз бәрін? Мен 2 күнде әбден шаршадым. Сіз жұмысқа барасыз, бізге қарайсыз, үйді мінсіз ұстайсыз. Ол сүйіспеншілікпен жасалса, ауыр болмайды Еркін, бұл менің отбасым ғой, деді. Бұл сөздер Еркіннің жүрегіне терең енді. Ол Айжанның адамгершілігін, шыдамдылығын, аналық мейірімін осы 2 күнде шынайы сезінді. Бұрын ол Айжанда тек ағамның әйелі, менің жеңешем деп қабылдайтын, енді оның тұлғасын, жеке қасиеттерін көрді. Ертесіне таңертең Еркін ас бөлмеде тұрып, ақжелкен иісін сезді, укроптың. Бұл Айжанның үйге келгенін білдіретін иіс еді. Ол үнемі тамаққа жаңа ақжелкен қосатын. Айжан келіп тұр, шаршаған, бірақ көзіндегі жылылық басып. Келдім Еркін, барлық орындама. Я жеңше, қош келдіңіз. Еркін оған қарай жүгіріп барды. Ол қалай барғанын өзі түсінбей қалды. Ол Айжанның қасына келіп тоқтады, ал Айжан жылы күлкісімен оны қарсы алды. Ол қолындағы ауыр сөмкені үстелге қойып жатты. Сол кезде олардың көздері түйісті. Бір сәтте Еркіннің санасында бір түрлі сезім оянды. Бұл бұрынғы жеңеше қайнына қарым-қатынасынан бөлек, ер адамның әйелге деген жылы қабылдау еді. Ол оның шаршаған, бірақ сұлу жүзін
оның жаңа піскен ақжелкеннің иісі сіңген көйлегінен сезді. Бұл сезім оны бірден қорқытты, ұялтты. Жеңше сөмке ауыр ғой, не бар мұнда? Жай ғана жаңа көкөністер Еркін. Рахмет саған 2 күн бойы үйге қарағаның үшін. Сен болмасаң мен қалай барып келем деді. Айжанның алғысы шынайы еді, бірақ Еркін оның көзінен тек алғысты ғана емес, оған деген жақындықты, 2 күн бір шаңырақ астында бірге қалған екі ересек адамның бейсаналық сезімін оқығандай болды. Бұл менің міндетім, жеңше. Еркін даусы дірілдеп кеткенін жасыруға тырысты. Ағамның інісімін ғой. Бұл міндет емес, Еркін, бұл жүрек жылуы деді. Айжан бұрылып балаларын оятуға кетті, ал Еркін тұрып қалды. Оның жүрегі жиі соғып тұрады. Ол енді бұл үйдегі Айжанға басқаша қарай бастағанын түсінді. Айжанның үйге оралуы Еркін үшін тыныштық әкелген жоқ. Керісінше оның ішкі әлемінде аласапыран туысты. Ол енді аз үйдегі жеңешесінің әрбір қимылын, үйдегі әрбір күлкісін, тіпті оның иісін де байқап, ерекше қабылдайтын болды. Бұл сезім оны азаптады. Еркін өз бөлмесінде талай түн ұйқысыз жатты. Ол өзінің ойларын қалай да басуға тырысты. Бұл менің ағамның жары, менің жеңешем, бұл қате, бұл сатқындық деп өзін кінәлады. Оның ағасы Мұрат оған үлгі, қамқоршы болған. Мұраттың оған деген сенімі шексіз еді. Осы 2-3 күн ішіндегі үй шаруасынан туындаған жақындық Еркінді ата-анасынан ерте айырылған баланы қамқорлыққа алған аналық мейірімдей әсер етті. Айжанның жылуы, оның әрбір сөзі Еркіннің жүрегіндегі бос орынды толтырып, ол бұл сезімді махаббат деп қабылдай бастады. Бір күні кешкісін ол терезе алдында тұрып, ағасына қарап тұрған Айжанды көрді. Оның жүзіндегі сағыныш пен махаббат Еркінге қатты соққы болды. Ол сұлу, ақылды әйел. Оның жүрегінде бір ғана ер адамға орын бар екенін Еркін түсінді. Оның осы отбасыға деген құрметі мен жеңгесіне деген сезімі үлкен бір тартылыс күшіндей арпалысты. Еркін дереу қашықтық сақтау стратегиясына көшті. Ол Айжанмен көзбе-көз сөйлесуді азайтты. Таңертең Айжан оятпай тұрып ерте шығып кететін болды. Кешкісін кеш келіп тамақты ас үйде жемей, өз бөлмесінде кітап оқыған сыңай танытып отыратын болды. Әдеттегі қалжыңдары мен әңгімелері жоққа шықты. Айжан бұл өзгерісті бірден байқады. Ол Еркіннің мінезіндегі салқындықты сезді. Әуелі ол інісінің жұмыс іздеудің ауыртпалығынан шаршады деп ойлайды, бірақ Еркіннің одан қашып жүргені Айжанды алаңдатты. Бір кешкісін Айжан үйдің ауласындағы орындықта отырған Еркіннің қасына келді. Ауладағы ақжелкен мен райхан иісі аңқып тұр. Еркін, сен бір аптадан бері өзіне келе алмайсың, не болды саған? Маған ашығын айтшы, деді Айжан оның қасына отырып. Еркіннің жүрегі қатты соқты. Ол басын көтерместен ештеңе болған жоқ. Жай бір жұмыс туралы ойланып жүрмін, ақша тауып бөлек шығуды жоспарлап жатырмын деді. Қазір ма? Аяқ астынан? Айжан оның сөзіне сенбеді, бірақ Еркін, сенің аған бізге кедергі емессің ғой дейді. Біз сені әлі де бауырымызда ұстағымыз келеді деді. Еркін енді батырлақ сөйлейді. Жо жеңше, мен үлкен жігітпін, әркімнің өз орны болу керек, өз шаңырағы болу керек деді. Ол осы сөздерді айту арқылы тек Айжаннан емес, өзінің тыйым салынған сезімінен де алыстағысы келді. Еркін одан әрі сөйлесе алмады. Ол басын төмен салды. Айжанның жүзі өзгеріп кетті. Ол Еркіннің не айтып тұрғанын толық түсінді. Бұл сөздер тыйым салынған сезімнің мойындалуы еді. Еркін терең тыныс алды. Айжанның адалдығы мен ақылдылығы оны қайтадан санаға шақырды. Ол өзінің қателігін, тыйым салынған сезімге бой алдырғанын түсінді. Сонымен қайнаны мен жеңгесінің арасындағы жылылық, сыйластық сол қалпында сақталды. Қайнанысы ақыры бөлек шықты, ал Айжан өзінің күйеуімен бір отбасында бақытты өмір кешті. Осымен қазақша әңгімеміз аяқталды. Бұл шынайы өмірде болған оқиға, сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.